Саламатсыңдар ма балалар? Мен Молдажанов Жарқын Суанбекұлы. Юрий Гагарин атындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі сабақ 6-шы А сыныбымен. Сабағымыздың тақырыбы қауіпсіздік техникасы, допты игеру техникасының негізгі элементтерін дамыту. Мақсаты: аз ауқымды арнайы спорттық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және икемділікті дамытуға арналған қимыл қозғалыс дағдыларын қолдану әдіс-тәсілдерін игеру. Оқу мақсаты: жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін білу. Бағалау критерийі: қауіпсіздік ережесін сақтайды және біледі. Командалық ойындар денсаулықты нығайтуға, төзімділікті дамытуға қандай үлес қосатыны жайлы өз түсініктерін сипаттай, талқылай және көрсете алады. Допты алып жүру әдіс-тәсілдерін толығымен меңгереді. Денені қыздыруға арналған арнайы дене жаттығуларды орындау. Кем деген кезде 4 реттен жасауымыз керек әрбір жаттығуды, дене қыздыру жаттығуын. Футбол ойындағы допты алып жүру әдіс-тәсілдері: аяқтың ішімен, сыртымен алып жүру әдіс-тәсілдерін үйрену. Футбол ойындағы допты тебу әдіс-тәсілдері: әртүрлі әдіс-тәсілдермен тебу әдістері. Рефлексия: нені білдім, қайда қолданамын? Үйге тапсырма: футбол ойынның шығу тарихы, қазіргі замандағы алатын орны, допты алып жүрудегі әдіс-тәсілдер. Осы сұрақтарды келесі сабақта үй тапсырмасын сұраймын. Сау болыңдар.